Құрметті оқушылар, қашықтан оқыту кезінде дене шынықтыру сабағынан жіберілген тапсырмаларды орындау кезінде міндетті түрде дене жалпы дамыту жаттығуларын орындап, денемізді қыздырып барып күрделі жаттығулар орындауға кірісеміз. Ол үшін жалпы дамыту жаттығуларын орындағаннан кейін арнайы жаттығулар орындамас бұрын денемізді қыздырып жүктеме береміз азамыз. Оған жүгіру жаттығулары немесе секіртпемен орындалатын жаттығуларды орындаймыз. Бірінші жүгіру жаттығуларды көрсетеміз. Жаттығуларды үш жасай отырып тез орындауға болады. Келесі секіртпемен орындалатын жаттығулар. Орташа жылдамдықпен секіру жаттығуларын орындаймыз. Bunu da üç жасай отырып үш минут көлемінде орындаймыз. Алдыға домалау жаттығын орындаймыз. Алдымен қолды тіреп, басты ішке қарай бүгіп, баспен термейміз, мұқият боламыз. Жауырын бірінші тиетін жерге алдыға домаладық, тұрамыз. Артқа домалау жаттығуы. Арқаға бұрыламыз. Сәл еңкейіп барып пәрменмен артқа домалаймыз. Аяқты жинаймыз, тік тұрамыз. Жауырынға тұру жаттығын орындау үлгісі. Төсенішке арқамен тұрамыз, сәл отырып, жаттығуды бастаймыз. Артқа домалау жаттығын орындау кезіндегідей артқа шегініп барып, аяқты тік көтеріп, аяқтың ұшын жүзі ұстаймыз. Осылай тұрған қалыпта 2-3 секунд денемізді ұстап, аяқты жібереміз. Сәл бүктеліп, бастап қалыпқа келеміз. Жақсы. Келесі жаттығу. Күрделі жаттығу болып саналады, басқа түр жаттығулары. Жаттығу орындау үлгісін көреміз. Қолды тірейміз, басты алдыға қоямыз. Аяқты көтеріп, аяқтың ұшын жейміз. Тағы да сол. 3-5 секунд қалыпта ұстап тұрып, ақырын жіберіп, бастап қалыпқа келеміз. Жақсы. Келесі жаттығу. Көмеге тарту жаттығының үлгісі. Келесі күрделі жаттығу. Алдыға домалауды орындап, секіре алдыға домалауды орындаймыз. Жаттығуды бастаймыз. Бірінші алдыға домалау қысқа, келесі секіре домалау. Артқа домалаймыз, секіріп, аяқты біріктіріп, тұра қаламыз. Бастап қалып.